Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің аты жөнім Дәулетбаева Назым Кеңесбекқызы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз орманды аймақ. Бүгінгі сабақта орманды аймақ туралы мәлімет оқисың. Мәтінді оқып, мағынасын түсінесің. Сөздердің қарама-қарсы мағынасын табасың. Оқушылар, жаңа сөздермен танысайық. Бул, булан, пар, құтқару, спасать, өрт, пожар, сарғаю, желтеют, қашу, убегать, ауысу, меняться, қылқан жапырақты, хвойные, сөндіру, тушить. Оқушылар, жаңа сөздерді қайталаймыз. Бірінші тапсырма. Орманды аймақты сипаттап айт. Ол жер қандай болады? Оқушылар, суретке қарап, орманды аймақ туралы сипаттап ойланайық. Оқушылар, бірінші тапсырманы тексерейік. Құрамында бір-біріне жақын өскен ағаштың бір немесе бірнеше түрлері бар табиғи кешенді орманды аймақ деп атаймыз. Орманда ағаш, бұта, шөптесін өсімдіктер, мүк, қына, тағы басқалары өседі. Орман қорлары бүкіл биосферадағы тіршілік үшін, оның ішінде адамзат қоғамы үшін аса маңызды. Орман тиімді пайдаланылған жағдайда таусылмайтын табиғи қор. Орман ағаштарынан үйлер, тұрмысқа қажетті заттар, қағаз және тағы басқалары алынады. Ормандағы ағаштардың арасында жидектер мен саңырауқұлақтар өсіп, өнім береді. Орманды аймақтарды паналап, қоректерін содан табатын жан-жануарлар мен жәндіктер көп. Оқушылар, сендердің де орындаған тапсырмаларың сәтті шықты деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Қарсы мәнде сөздерді тауып айт. Құрғақ, пайдалы, таза, жиі, терең. Оқушылар, тапсырманы орындаймыз. Оқушылар, қарсы мәнде сөздерді тексерейік. Құрғақ, дымқыл, пайдалы, пайдасыз, таза, кір, жиі, сирек, терең, таяз. Оқушылар, сендердің де жұмыстарың сәтті өтті деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Мәтіннің мазмұнын түсініп оқып, әр азат жолға сәйкес тақырыптарды анықта. Бірінші азат жол. Орманды аймақтың табиғаты өте таза болады. Ормандағы өсімдіктердің тамыры өте тереңде жатады. Олар минералды заттарды жерден мол алады. Сол себепті олардың көбін емге қолданады. Екінші азат жол. Орман өсімдіктері суды көп буландырады. Осылайша жан-жануарларға қолайлы орта жасайды. Мысалы, қылқан жапырақты ағаш хош иіс бөледі. Ол өте пайдалы. Ауадағы зиянды микробтарды жояды. Адамдар сол себепті демалыс орындарын орманның қасына салады. Үшінші азат жол. Орман топырағы ылғалды, құнарлы болады. Оның құрамында
жапырақ шіріндісі бар. Күзде жапырақтар алдымен сарғаяды, одан қоңыр түске боялады, кейін шірейді, қара топыраққа айналады. Төртінші азат жол. Орманның ағаштары өте тығыз орналасады. Олар күн сәулесіне ұмтылып, өте биік өседі. Өрт болған жағдайда ұшақ, тікұшақтар өртті сөндіреді. Оқушылар, осы азат жолға сәйкес, мына нұсқадағы тақырыптарды сәйкестендіреміз. Оқушылар, үшінші тапсырманы қалай орындадық? Тексерейік. Бірінші азат жолға А нұсқасындағы тақырып сәйкес келеді. Орман адам мен жануарлар үшін қолайлы орта. Екінші азат жолға Ә нұсқасындағы тақырып сәйкес келеді. Орман өсімдіктердің пайдасы. Үшінші азат жолға В нұсқасындағы тақырып сәйкес келеді. Орман топырағының құнары. Төртінші азат жолға Б нұсқасының тақырыбы сәйкес келеді. Орманға төнетін қауіп. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың орындаған. Сәйкес келді деп ойлаймын. Сәтті өтті деп ойлаймын. Оқушылар, назар аударайық. Кестеде берілген қарсы мәндес сөздерге назар аударайық және есімізге сақтайық. Қайталаймыз. Қолайлы, қолайсыз. Сулы, сусыз. Қауіпті, қауіпсіз. Пайдалы, пайдасыз. Құнарлы, құнарсыз. Орманды, ормансыз. Төртінші тапсырма. Үлгі бойынша жаз. Пайдалы, пайдасыз сөздерінің бірін пайдалан. Үлгіге қараймыз, оқушылар. Үлгіде қалай жазылып тұр, солай орындаймыз. Мынау өсімдік тамыры. Одан дәрі жасайды. Ол өте пайдалы. Үлгіні негізге ала отырып, мына сөйлемдерді толықтырыңдар. Оқушылар, төртінші тапсырманы тексерейік. Сарғайған жапырақ шіріп, топыраққа айналады. Бұл өте пайдалы. Ағаштарды өрттен құтқару керек. Өртті тез сөндіру керек. Олар пайдасыз болып қалады. Өртенген ағаш пайдасыз. Одан ештеңе жасай алмайсың. Орманнан өрт шықса, жануарлар орнын ауыстырады. Ол жер пайдасыз, тіршілік етуге қолайсыз. Жануарлар мен өсімдіктер пайдасыз жерде тіршілік ете алмайды. Оқушылар, бүгінгі сабақта не түсіндіңдер? Бүгінгі сабақта орманда аймақ туралы мәлімет оқыдыңдар. Сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Үйге тапсырма. 5-ші тапсырма 107-ші бет. Берілген әріптерден сөздер құрап жаз. Оқушылар, мен бүгін сендерді мына асықтармен бағалаймын. Жасыл асық. Бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім деген сөз. Қызыл асық жақсы түсіндім, ал сары асықтар әлі де түсінгім келеді деген бағалауды білдіреді. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назар аударып тыңдағандарыңа рахмет.